Европаның легендасы. 1742 жылы Жозефина Розенталь деген монастырде монашка қыз, пәк, таза, екіқабат болған. Бүкіл монастыр шулап, священник, басқа монашкалар бұл қызды тексертеді. Тексерсе, қыз болып шыққан. Сонда да сенбей, қайта-қайта жүктілік кезінде қайта-қайта қызды зерттей береді. Монастырдегі адамдар екіге бөлінеді. Біреулері Иисус сияқты Құдайдан келе жатқан бала, біреулері демоннан келе жатқан бала деп екі топқа бөлінеді. Қатты уайымдаған Жозефина 8 айында босанып қояды. Пәк, таза болғандықтан босану қиынға соғып, кровотечение ашылып, Жозефина өліп кетеді. Қыз туып, қызы 8 айлық қызы тірі болады, атын Мария деп қояды. Мария Розенталь сол монастырде өсе береді. Жарты адамдар оны қабылдаған, жарты адамдар қабылдай алмайды. Қорқып қарайтын болады. Мария Розентальдың жанын да, тәнін де қайта-қайта тексере берген. Басқа адамдардан ешқандай айырмашылығы болмаған. Бір-екі монашканың айтуы бойынша, бұл қыз жалғыз қалғанда біреумен сөйлеседі екен, басқа тілде сөйлеседі екен. Содан қабылдай алмаған монастырдегі адамдар бұл қызды одержимыйсың, сен жамансың, сен ауадан пайда болғансың деген сияқты жерге ұра берген. Мария Розенталь 33 жасқа жақындағанда монастырдегі адамдар Марияны шақырмай өздері жиналыс жасайды. Мария не айтып жатыр екен деп есіктің сыртынан тыңдап тұрған. Сол кезде монастырдегі адамдар 33 жаста Иисус қайтыс болған, давайте Марияны өлтірейік деген. Оны естіген Мария комнатасына барып, біреудің қолынан өлгенше өз-өзіме қол жұмсайын деп, солай қайтыс болып кеткен. Бірақ монастырдегілер бұл қызды 33 жаста ауырып қайтыс болды деп сөз тарқатқан. Солай көп кітаптарда бұл қыз аурудан 33 жаста қайтыс болған деп жазылып кеткен. Иисус сияқты 33 жаста қайтыс болған қыздың басын кесіп алып, бальзамировать еткен. Солай ящикке басын, флаконда қанын, шашын и жазуын осы қыздың сақтап қойған. 19 ғасырларда ученыйлар бұл қыздың қанын, шашын тексергенде гермафродиты болуы мүмкін деген. Гермафродиты адам баласында кездессе де өз-өзін ұрықтандыру мүмкін емес. Ол кезде медицина дамымағандықтан солай шешкен. Не жағдай болса да Марияның басы сақталған жер өртеніп кетеді. Бүкіл комната өртеніп кеткен, бірақ мына басты аман алып қалдық деген. Лично менің ойым, аман алып қаламаған, өртеніп кетті деп ойлаймын. Өйткені қазіргі сақталған бұл муляж. Сондықтан қазіргі адамдар бұл оқиғаны өтірікке шығарып жатыр. Эксперимент Абигейл деген легенда естіген шығарсыздар. Шын оқиға ма, әлде өтірік оқиға ма, соны қарастырайық. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Америкада, штат Невадада зона 51 деген жерде эксперимент өткізетін болған. Именно военный эксперименттер өткізетін болған. Сол жердің Альберт Вестер деген ученый болған. Ол ученыйға жоғарыдан приказ келеді, қарапайым адамнан суперсильный, супергерой, яғни оқ тисе оқ өтпейтін, оңайлықпен өлмейтін адам шығар деп сондай приказ келеді. Ондай экспериментке ешқандай адам келіспейді. Сол кезде Альберт Вестердің туған қызы Абигейл Вестер маған істеші деп өзін ұсынады. Мен суперсильный болам, экспериментті маған істе деп әкесіне ұсынады, өйткені әкесінің біліміне қатты сенген қыз. Сонымен эксперимент Абигейл Вестерге өткізіледі. Әртүрлі гормондар салады, бойын өсіретін, миын өсіретін, бірақ ол дәрілердің бәрі кері әсерін тигізіп, қыздың кожасы құртылып, шашы түсіп, сосын тістері қарайып кеткен дейді, түскен дейді, енді былайша айтқанда құбыжыққа айналып қалады қыз. Бірақ бойы өседі. Бойы 2,5-3 метрге дейін жеткен дейді. Ал миының дамуы соншалықты тоқтап қалған, немесе қаттырақ дамып кеткен, кәдімгі былайша айтқанда сөйлесу невозможно болған, кәдімгі жабайы аң сияқты болып қалған миы. Әкесі қызы қамаулы тұрған комнатада сағаттап отырып қызымен баяғыдай сөйлескісі келеді, бірақ қызы тек қана жабайы аңдардың даусын ғана шығара беретін болған дейді. Сөз ұқпайтын болған.
Қасындағы басқа ученыйлар экспериментті тоқтатайық деп айтса да, әкесі уже артқа қайтар жол жоқ. Қызымды қайттан қалпына келтіруім керек деп экспериментті жалғастыра берген. Абигейлдің аппетиті ураган болады, яғни тамаққа тойымсыз болады. Бұл экспериментке көп ақша кетіп жатқандықтан өкімет ақша бөлмей қояды. Экспериментке 4 жыл болғанда Альберт Вестер өзіне қол жұмсап, өзін кінәлап өліп кетеді. Ал Абигейл Вестер 2 солдатты өлтіріп қашып кеткен дейді. Енді 2 солдат пистолетпен атқан, пистолеттің оғы тисе де бұл қыз өлмеген дейді. Енді менің ойым, бұл эксперимент болды деп ойлаймын. Енді кішкене оқиғаны әшкерелеп жіберсе де, ол уақыттарда әртүрлі эксперименттер өткізген. Ал фото просто интернетте жүрген фото. Ол кезде эксперименттен өткен адамдардың фотоларын өртеп жіберетін болған. 2005 жылы 4 январда Джанель мен Майкл қонақтан келе жатады. Қатты боран салдарынан үйіне бара жатқан жолдан адасып кетеді. Ол аздай жолда полиция ұстап алады, өйткені машинаның артқы фары өшірулі кетіп бара жатқан. Полиция бұлар тексергенде ішпеген, сау, просто боранның кесірінен адасып кеттік. Омаха қаласына жолды көрсетіп жіберіңізші деп сұрайды. Полиция жолды көрсетіп жібереді. Бірнеше сағат өткен соң, түнгі 12-ден 28 кеткенде полицияға звонок түседі. Звондаған мына қыз Жанель айтады: бізді 100 адам қоршап алды, сектантский киімде, түрлері мексикандықтарға, афроамерикандықтарға ұқсайды, бойлары ұзын адамдар, бізді жібермей тұр дейді. Бізге срочно көмек керек дейді. Полиция қазір көмек барады, қай жерде тұрсыңдар дегенде, үйімізге бір 3 квартал қалған жерде тұрмыз дейді. Полиция айтылған адрес бойынша барса, бұлардың машинасы да өзі де жоқ. Арада жарты сағат өткенде полицияға тағы да звонок түседі. Звондаған Майкл: біз қорыққаннан машинаны тастап қашып кеттік дейді. Боранды күнде жаурап бара жатырмыз, бізді уақытылы таппасаңыздар, біз қатып өліп қаламыз дейді. Полиция сіздерді таппай жатыр, адрес бойынша іздедік, жоқсыздар дейді. Қай жердесіздер деп тағы да сұрайды. Тағы да өздерінің районын айтады. Полиция сол районды іздей береді. Сол уақытта жарты сағат өтіп, тағы да бұлар звондайды. Звондаған Майкл тревожный состояниемен: бізді қуып жетіп алды, бізге фонарик түсіріп жатыр бетімізге, қолдарында иттері бар дейді. Полиция телефонды солардың біреуіне беріңдерші дегенде, бұлар айтады: олар хижинаның төбесінде тұр, сөйлесек жауап бермей жатыр дейді. Полиция іздеп жатқандарын айтады. Таңғы 5 шамасында Майкл соңғы рет полицияға тағы да звондайды, өзінің үсіп жатқанын айтады. Бұлар машинадан қашқанда қорыққандарынан курткаларында кимеген. Майклдың үстінде рубашканың сыртынан свитер болған, ал қызда тек қана бір ғана рубашка болған. Сондықтан қыз жаурамасын деп Майкл свитерін шешіп берген. Сондықтан Майкл бірінші құлаған. Ал Джанельге арғарай қаша бер деп айтқан. Бұлар адресті қате айтқан екен. Полиция 5 январь күні айдаладан бір ауылдан бұлардың машинасын табады. 6 январь күні Майклдың денесін табады. 12 январь күні қыздың денесін табады. Бұлардың суықтан үсіп қайтыс болғандары анықталады. Экспертизада қандарынан синтетический вещество табады. Алайда ол заттың қолданғанына 48 сағат болғандықтан ондай галлюцинация беру мүмкін емес деген сияқты тұжырым қояды. Істі жабу үшін бұларға психозный ауру, безумие двоих деген диагноз қояды. Яғни бұларда бірдей галлюцинация болды делінген.